Алматыда дұрыс жұмыс жасамайтын GPS айда жұмыс жасап тұр. Айда алғаш рет жердегі GPS сәтті жұмыс істей бастады. Blue Ghost моделімен жеткізілген Люгре аппараты тарихта алғаш рет ай бетінде GPS және Галилео жер серіктерінің навигациялық сигналдарын ойлаңызшы жерден 362 мың шақырым қашықтықта қабылдады. Енді НАСАның миссиялары айда да жердегі навигациялық спутниктердің сигналдарын пайдалана алады. Мысалы, координаталарды дәл анықтау, уақыт синхронизациясы және автономды навигация үшін қолданады. Теориялық тұрғыда ғарыш аппараттары өз бетінше бағдарлана алады және де жердегі бақылау станцияларына толықтай тәуелді болмайды. Яғни смартфондағы қарапайым навигация жерден тыс жерлерге алғашқы қадамын жасады. Люгре тәжірибесі GNSS сигналдарын пайдалану арқылы ғарышта навигацияны адамдарға тәуелділікті азайта отырып жақсартуға болатынын дәлелдеді. Сізді бұл жаңалық таңғалдырды деп ойлаймын. Енді сізге сұрағым, сіз қай жерденсіз? Сізде сет қаншалықты жақсы жұмыс істейді?